көзімен атырған таңдары бар. Мұғалімдер не деген ғажап жандар, жүрегі таза жандар, темірден жаралғандар. Араласып тіршілік тынысына, өзінің өзгенің де тұрмысына. Кейде тіпті асығып киімінде, теріс киіп келуші еді жұмысына. Себебі оның көңілі балаларда, себебі бар ой оның жұмысында. Таңғалмаңыз, күлмеңіз ол кісіге, мұғалім ғой қоғамды ұстап тұрған. Сол қоғамдай биікке қорған болған, тарихтағы құдіретті ханның өзі, ұстазымен ақылдасып билік құрған. Ал қазірше, ол қазір универсал, бірнеше сайыстың финалисі, тіпті қала әкімінің өзінің де ұстаздарсыз өтпеген жиналысы. Қайда концерт, қай жерде мереке бар, ұстаз жүрген бар жерде береке бар. Жаңбыр жаусын, қар жаусын, бұршақ жаусын, үкіметтен бұйрығы орындалсын. Көңілкен, шалқыған жайықсындар, судан атысып өтетін қайықсындар. Сондықтан да ұстаздар, сіздер ғана әлемнің бар асылына лайықсыздар. Жарық күн ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, мойындайтын бүкіл әлем еңбегін, сен де одан жаратылдың адам бол.